Міне 22 қараша 25 жыл Зайсан ауданына Шығыс Қазақстан облысы. Бірінші қар жауып, мынау міне мемлекеттің бар екені көрініп тұр. Қайда бұл Қазавтожол? Халықтан ақша жинағанда сондай осы жолға. А неге халыққа қызмет көрсетпейді? Мынаның тазалығын неге жасамайды? Міне жолдың сапасы, жаңа жол мынау. Бір трактор жоқ жүрген. Осының бәрін сыпырып, жинап. Бұл мемлекет бізде бола ма, болмай ма? Жыл сайын осындай жағдай болатын. Өзгеріс қайда бұл? Жаңа Қазақстан қайда? Не өзгерді жаңа Қазақстанда? Мынау міне халықтың. Мынау жүріп жүрген көлігіміздің салығын төлейміз. Халықтан алады. Көшеде жүрген анау салық нені штрафты төлейді халық. Жолдың сапасын неге істемейді мемлекет? Міне. Ол қалай міне? Мынау міне Омскі Майқапшағай жол орталығы, жол бағыты. Не болады бұл сонда? Бұл мемлекет қашан дамиды бізде? Не айтамыз бұған? Не шаруа қолдануға болады бұл мемлекеттің адамдарға? Айта халық жалықты ма? Не болды бұл сонда жағдай? Міне, Зайсанға шейін бір не жоқ, трактор жоқ тазалап жүрген. Неге тазаламайды? Бұл Қазақстан жол компаниясы қайда мұны? Бар ма, жоқ па? Бұл әр облыста, әр ауданда болу керек қой. Бөлімшелері. Қайда солардың бөлімшелері? Қаржы бөлінеді ғой соған мемлекеттен. Осыны тазарту үшін, осыны сыпыру үшін. Міне. Не болады бұл? Ештеңке болмай ма?